Келесі болып сахнаға шығатын Жұбаныш Жексенұлының тобы. Балаларға арналған ән, дегенмен өте салмағы ауыр ән, біз өмір сүріп жатқан қоғамда өзектілігін жоғалтпайтын тақырыптағы ән, өкінішке қарай. Оны біздің Джей тобының S-класс жігіттері. Қазір айтатын болады. Менің тобымда 3 ұл, 3 қыз қалды. Естеріңізде болса, мынау Дінмұхамед деген жігіт осы маусымның ең алғашқы шымылдығын ашқан қатысушы. Және ең алғашқы менің тобымның мүшесі. Дінмұхамед, кіре ғой. Мәнеке, Дінмұхамед, қош келдің. Сәлеметсіз бе? Таза. Дем жетпейді. Менің ойымша кішкене техниканы дұрыстау керек сияқты ма? Бірінші шығу қиын болды. Сіз шықпай жатып не болды сізге? Әжемнің қолдауы барынша көмектесті деп ойлаймын. Шыңғыратын жерінде ғана білдім да маған кім қараған әлем. Сөйтіп күлгенем, көзім жабылып қалды да, ашпасам барлығы қарап отыр. Кәдімгідей таңғалып қалып, қатты қуандым. Сол кезде менің ойымша менен бақытты адам болған жоқ деп ойлаймын. Жобаға қатысқаннан кейін менің өмірім қатты өзгерді. Таныла бастадым. TikTok'та менің орындауым 2 миллионға жуық қаралым жинады. Инстаграмда қыздар көп жаза бастады. Маған сенің даусың ұнап қалды, мен жігітім боласың ба деп қояды. Әше қарайын да, бірақ үндемеймін. Қазір Дінмұхамедке қарсылас менен таңдап қойдым, бірақ Дінмұхамедтің өзінің ойын білейік. Кім болуы мүмкін? Болжас және Аружан деп ойлаймын. Негізінде жобасы дұрыс. Кіріңіз, келе қойыңыз. О, мінекей, сенің қарсыласың Дінмұхамед. Әдемі, ең басында бастаған жер әдемі кетті. Басы ойдағыдай шықты, қарай ешкім ұрмаған сайын қобалжып бастадым. Өзімнен қорқып кеттім. Енді барлығы үміт артып отырға. Сосын соңында Жұбаныш Жексенұлы бұрылды. Мәз болдым. Мен негізі үйден Жұбаныш Жексенұлы деп шыққан адамым ғой. Білеймін, Астанаға келген кезде мама подружкаларымен сөйлесті, үйтті, бүйтті, сөйтті. Тоқым Забирова деп айтасың, болмаса ұрсады ғой, мамалар. Бірақ Тоқым Забирова бұрылса да, бәрібір Жұбаныш Жексенұлы таңдайтын едім. Енді Олжастың ойын тыңдап көрейік. Олжас, қалған қатысушылардан қарсыласың кім болады деп ойлайсың? Менің ойымша Лайсан дейтін қарындасымыз. Соны ғана танимын ғой, ол кезде. Ал, көріңдер жігіттер. Кіре ғой. Маған өте қатты қызық болды. Таңғалдым, қатты. Сәлем. Міне үшінші қатысушы. Қобалжып, төменгі нотаға кететін кезде басқа нотаны алып қалған кездерде көрініп тұр. Жақсы дайындалса, жекпе-жектен өтуі де мүмкін. Сахнаға шыққанда өте қобалжыдым, өйткені мен қауіпті шеңберге түстім. Әлі өнер көрсетпеген 6 адам Жұбаныш ағамен әлемде бір орыннан қалды. Менің алдындағыларға қармағанда көп жылады. Маған қарамайды деп мен де қорқа бастадым. Ән бітуге жақындағанда Жұбаныш аға бұрылды. Сол кезде мен өте қатты қуандым. Өмірімде бұлай қуанып көрген жоқ. Мен өте бақыттымын, өйткені кейбіреулері Жұбаныш ағамен суретке түсе алмай жүр, ал мен Жұбаныш ағаның шәкіртімін. Қалай, өздеріңе? Дұрыс сияқты ма? Бірлеріңе бір дауыстарың да жарасады, бойларың да келетін сияқты. Ертең сахналық костюмді жанып шыға келесіңдер. Менің ойымша біздің үштікте Дінмұхамед мықтырақ. Үшеуміз де қасқырмыз, бір мықты жекпе-жек болайын деп тұр. Келесі кезеңге мен немесе Болжас өтеді деп білемін. Болжас өте таза айтады. Болжастың дауысы жоғарғы ноталарда жақсы алады. Дінмұхамед өте жақсы жігіт, дауысы да күшті. Райымбектің де дауысы мықты, кішкене дайындық керек деп білемін. Райымбек қарсылас ретінде көремін.
Ал біздің Джей тобының кезекті үштігі бұл ән Бозторғай деген. Біздің бала кезімізде шыққан ән. Бізге көңілді ән береді деп ойладым. Мен негізі қалғанын күттім. Жұбан Жексенұлы өзінің репертуарынан беремін деп ойладым. Және бұл әнді жай ғана айта салу емес, бұл өзінің айтатын ойы бар. Бала айтса да сондай салмағы үлкен ән. Міне сөздері Райымбектің де, Нұрмұхаммедтің де, Олжастың да дауыс диапазоны деңгейлес. Шын мәнінде бала дауысымен айтылса, бір әсерлірек шығатын болғаннан кейін осы әнді таңдадық. Және мен балаларға үлкен сенім артып отырмын. Жекпе-жекке дайындық жақсы. Айқай болып тұрған жоқ, бірақ бәрібір сенікі кішкене немқұрайды шығып тұр. Райымбекте шикілік бар сәл. Дайындықта шынымен сезім жетпеді. Бұл ән Райымбекке тым қиын. Сәл-пәл ғана піспейді. Димаш сен де астына қарай түсетін кезінде сол кезде де абай бол. Міндетті түрде жан-жақ тыңдап тұру керек. Бұл жолы басқа Дінмұхаммедті көре аласыздар. Олжас жақсы. Бұл жекпе-жекте Дінмұхаммед екеуміздің арамызда ғана батыл болатын сияқты. 80% сенімді, 20% қорғады. Бұл жерде Райымбек пен Дінмұхаммед кішкене вокал сабақтарын алған, ал Олжас ол екеуінен де кем түсіп тұрған жоқ. Олжас бізде екінші және үшінші дауыс ұстайды. Дауысы керемет. Дайындық мен көңіліме шықтырып айтуға болады. Соны айтып отырғаным сол ғой, кішкене қиын болатын сияқты. Бозторғай әнінің орындалмағанында көп болып кетті, сондықтан бір есіне тағы бір түсіріп, халықтың жадындағы әнді бір жаңғыртамыз. Сәттілік деймін, ертең бір жақсы номер болады шығар деп ойлаймын. Дінмұхаммед пен Райымбекке сәттілік, барлық энергиямды сахнада көрсетемін. Мен бұл жекпе-жекте ұту үшін өте көп дайындаламын. Бұл кезеңде де дегеніме қол жеткіземін деп ойлаймын. Олжасты Барысқа теңеймін, Райымбекті Аюға теңеймін. Ал өзімді Арыстанға теңеймін. Мен жекпе-жекте Арыстан жеңілді деп ешқашан естімеппін. Ән айтып тұрып билеу, өзін еркін сезу екінің бірінің қолынан келе бермеді. Ал келесі өнерпаз бұған әбден машықтаған. Қарсы алыңыздар. Райымбек Мақсұт! Сахнаға әр шыққан сайын жекпе-жек алаңда тұрғандай күй кешетін жас спортшы Олжас Көшбай. Көрме таңдаудың шымылдығын түріп, төрт төрешінің назарын бірден өзіне аударған қатысушы Дінмұхаммед Мұхтар. Жігіттер дайындық барысында сөйлескен болатынбыз. Бұл әннің қаншалықты жауапты екенін, жауапкершілікпен айтылу керек екен, қаншалықты салмағы бар екен, балалар осынау бір ауырлау әнді сіздерге жеңілдеу қылып жеткізуге тырысады, және ол сіздердің көңілдеріңізден шығады деп ойлаймын. Жігіттер, қобалжымаймыз, ары қарай кеттік. Дайынсыздар ма, жігіттер? Дайын, жігіттер дайын. Жұбаныш мырза, Сағатай сай, менің ойымша. Ендеше жекпе-жек басталсын! Айналайын жұлқысым, аман есен жүрмісің, алатаңнан сұрылдап қуантқалы тұрмысың. Қанатыңды кердің бе, қияндардан келдің бе, жетмекпін мен неге, анамды сен көрдің бе?
аламын мүмкін емес болмауы мені туған ананы Шешем болса келмейме, баласын бір көрмейме, мейірлене құшақтап өрікпей ес бермейме. Тәлімгерлерге рахмет, осындай трио шығарғандар. Ғажап. Райымбек Мақсот, Олжас Көшбай, Дінмұхамед Мұхтар. Шынымен өте әсерлі болды, өте тамаша болды. Жалпы мен ойлаймын, өте сондай сәтті шыққан қойылымдардың бірі болды деп. Бөліп жарғымда келмейді негізі, әрқайсысы бір әдемі жағынан көрініп тұр. Мінездер ұнап тұр. Сосын үш түрлі болғанмен өте мықты үндестік тұр осы жерде. Осы балалардың кәдімгі түсініп тұрғанын жүрекпен сезіп, жеткізіп тұрып айтып тұрғанына мен өте қуанып отырмын. Әрине бір кейбір жерлерінде былай интонациясынан шығып кетіп жатыр, бірақ та тез өздерін жинап, бір-бірлерін тыңдап, ансамбль құрды осы жерде. Ол да үлкен жетістік, ол үлкен дайындықтың көрінісі, сондықтан да құтты болсын балалар, өте жақсы орындау болды. Менің көңілімнен шығып тұр. Тамаша, әдемі. Бір қызығы маған кішкентай Музарт сияқты болып тұр. Ән жайлы қозғағым келіп тұрған жоқ, өте ауыр ән. Сондықтан көзімнен жас шығып кеткен деп әрең ұстап отырмын. Балалар жайлы айтайыншы. Дінмұхамед басын бастаған кезде денем түршікті. Өте әдемі, таза бастадың. Олжасты әдемі әлек етті, бір сыңғырлаған бала даусымен тап-таза, тұп-тұнық. Менше әннің басын бастаудың өзі бір өнер. Халықты бірден қаратып, баурап алудың өзі өнер. Сондықтан ол да сендер үшін жетістік деп ойлаймын. Жұбаныш аға, құттықтаймын. Сізге өте қиын болатын сияқты. Балалардың өзі де біліп тұр, өте қобалжыды. Олжас сана екінші дауысқа жоғары баратын кезде, екінші рет шығатын кезінде кішкене жетпей қалды. Райымбек кішкене дауыс дірілдеп нотадан ауытқыды. Бір жерінде Дінмұхамед үшінші дауыс айтатын жерде ол таза болған жоқ. Бірақ дегенмен Толқынғали қыз айтқандай трио болды, ансамбль болды. Бірақ менің көңілімнен 100% шықты деп айта алмаймын. Біздің көңілімізден 100% шықты деп айта аламын. Басы шықты. Бала осындай сыңғырлаған, өзінің шырылдаған даусымен айтып тұрған кезде бұл әнге тебіренбеу мүмкін емес. Әрине. Оның техникалық жағы, мен дайындық кезіндегі деңгейден бүгін төмен болған, сол мен көңілімнен шықпай қалды да, осы әңгімені айтуға тура келіп отыр содан кейін. Әйтпесе, жер көкке сыйғызбай мақтайын деп отырғам негізі. Әрине, Жұмаш мырза түсінеміз. Әрине, алтындарым мен бұлар өте жақсы түсінетін ақылды жігіттер. Әлі талай сахнада жүресіңдер, егер әннің соңында жүрсеңдер. Былтырғы маусымдағы Шерхан Арыстан деген жігіт әлі мен бірге хабардамыз. Менің барлық концерттерімде кездесіп тұрамыз, студияда жұмыс істейміз. Сондықтан Толқын апайларың айтқандай, өздерінде сондай құлшыныс болса, мен де дайынмын әрқашан балалармен бірге жұмыс істеуге. Керемет. Мына жерде балалар бірінен бір кем түсіп тұрған жоқ. Және ары қарай жобаны жалғастыратын балаға тілектесі болады деп үміттенемін. Сонымен келесі кезеңге, яғни тікелей эфирге жолдама алатын, азғантайда болса ноталарды таза алған қатысушы есімі Олжас.
Олжас Көшбай тікелей эфирге жолдама алды. Құтты болсын. Рахмет. Құттықтаймыз Олжас. Көріледі. Олжастың айтуы мен үшін сенімдірек болды содан кейін. Жігіттер, бәрі жақсы ғой? Ей, біз жігіттер ғой. Жұбаныш аға, мен кетпей тұрған сізге бірін айтайын ба? Жұбаныш аға, сізге өте көп рахмет. Мен осы қателіктерімді жұрстаған үшін Жұбаныш аға бір шапалақ ұрып қояйықшы. Ай, бәрекелді. Шын пейілі ғой балақайлары, шын пейілі. Жігіттер, еш мойымаңыздар. Көрерменнің жүрегінен орын алдыңдар. Ендеше қымбатты көрермен жігіттерді қошеметпен шығарып салайық. Райымбек Мақсұт, Дінмұхамед Мұхтар. Өздеріңіз сезімдер, жеңіңдер, красавчик. Жарадың, құтты болсын. Жарайсыңдар. Сен жұлдызсың ғой, білесің ғой. Сен тик-токты жарған баласың ғой. Әрине, мен де іштей бір жаман жүрегім ауырады оған ана. Бірақ енді амал жоқ па, не істеймін? Сайыс. Жарайсыңдар.